Сәлем достар, есім Қуанышбекова Санель, сіздермен бірге мамандық таңдау мектебі. Бүгінгі шығарылымда Қазақстанда сұранысқа ие және де болашағы бар мамандықтарды оқытатын және де атамекеннің статистикасы бойынша топ 5 жоғары оқу орнына кіретін университетке обзор жасайтын боламыз, яғни СДУ. Енді Назерке ханымнан толықтай сұрап шығайық. Сәлеметсіз, Назерке ханым. Сізден ең бірінші сұрақ, жалпы университеттің тарихы кішігірім ғана түсіндіріп кетсеңіз, қалай болды, қалай ашылды, не үшін ашылды деген секілді жалпы мақсатын айтып кетсеңіз бізге. Сәлеметсіздер ме? Негізі университетіміз 1996 жылдан бері жұмысын жалғастырып келе жатыр, қазіргі уақытқа дейін. 2011 жылға дейін біздің кампусымыз орбитада орналасқан болатын. 2011-ден бастап бізде смарт кампусымыз осы Қаскелен қаласында ашылды. Негізі көп адамдар үшін сұрақ, не себепті Қаскелен қаласы деген нәрсе? Алматыдан алыс деген сияқты сұрақтар өте көп туындайды. Бұның да өзінің белгілі бір причинасы бар деп айтуға болады. Қаскелен қаласында орналасқанының. Ол ең бастысы, біздің студенттер бір апта бойы біліммен, ғылыммен айналысу керек. Ойы ешқандай, былайша айтқанда, сабақтан тыс нәрсеге бөлінбеу керек деген мақсатта Қаскелен қаласында Алматыдан тыс жерде орналасқан. Дұрыс түсінгенім, яғни оқушының ойы еш жаққа кетпес үшін, студент чисто оқу үшін осы сыртқа қарай қойылып, жалпы осы жерде қайнап білім нәрін алып, осы жерден дұрыс маман болып шығу үшін жалпы СДУ университетінің Қаскеленге қарай шығарған болатын біз, Енді жалпы негізі СДУ не үшін құрылды, мен естігем, жалпы яғни Турция еліне тікелей Қазақстанмен арадағы байланысты жақсарту мақсатында деген секілді ақпараттар естідім, бірақ сіз сол туралы толық айтып кетсеңіз. Негізі өте үлкен миф, ол Сулейман Демирель университеті, ол біздің түрік университеті деп есептейді. Көп оқушылар болсын, ата-аналар болсын, бұл жерде негізі, былайша айтқанда, Турциямен ешқандай университеттің байланысы жоқ. Бұл бірінші нәрсе. Негізі 1996 жылы біздің университет ашылған уақытта университетімізді Қазақстанның бірінші президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ашқан болатын. И как раз сол кезде, былайша айтқанда, бізде Турцияның 9-шы президенті Сулейман Демирель бізге алғаш рет Қазақстанға қонақ болып келген. Негізі университетіміз ашылған уақытта, ең басында, бізде университетіміз International University деп аталған болатын, бірақ қазақ халқы қонақжай екенін білесіздер. Біздің Түркия мемлекетімен өте тығыз қарым-қатынаста екенімізді білесіздер. И Қазақстанның бірінші президенті Нұрсұлтан Әбішұлы, давайте біз қонақжайлығымызды көрсетейік деген ниетпен университетіміз Сулейман Демирель университеті атанып кеткен болатын. Бірақ Турциямен біздің ешқандай байланысымыз жоқ. Әрине, жыл сайын біз студенттерімізді Турция мемлекетіне, былайша айтқанда, алмасу бағдарламасы мен жібереміз оқуға, бір жылға немесе бір семестрге деген сияқты. Ал бұлай Турциямен ешқандай байланысымыз жоқ негізі. Енді тағы бір сұрақ, жалпы қанша факультет бар бізде, қандай мамандықтарға жалпы оқушылар түсе алады, жалпы жас түлектердің үнемі қойылатын сұрақтары, қандай маман иесі болып шығамын, және де қай жерлерде енді сол мамандықпен жұмыс жасай аламын деген сұрақ. Негізі университетіміз, мен жаңа айтып кеттім ғой, алдында 96 жылы ашылу барысында International университет болып ашылған болатын. Ол дегеніміз бізде мамандықтарымыздың 86% қазір ағылшын тілінде жүргізіледі. Ол 4 факультет бойынша бізде қазіргі уақытта 19 мамандығымыз бар. Ол бізде жаңағы IT направлениесі деп айтамыз, ол педагогикалық мамандықтар, ол бізде юриспруденция саласы, международные отношения деген сияқты мамандықтар, сонымен қатар бизнес мектебі. Бизнес мектебінде, мысалы, бізде 5 мамандық бар, бірақ бізде топ ең мықты мамандықтарымыздың қатарында ол педагогикалық мамандықтар, 2 шет тілі сияқты, сонымен қатар IT мамандықтары, ол бізде қазіргі уақытта 3 мамандығымыз бар. Компьютерлік ғылымдар мамандығы, компьютерлік және математикалық модельдеу мамандықтары, сонымен қатар 3-ші мамандығымыз ақпараттық жүйелер мамандығы. Әрине, бұл IT направлениесі болғанымен, бұлардың үшеуісінің 3 түрлі направлениесі бар. Бағыттары әртүрлі.
сонымен қатар жаңа айтып кеттім, педагогикалық, международный отношения сияқты халықаралық құқық мамандықтарымызда өте бізде востребованы деп айтуға болады. Тағы бір қызықты сұрақтардың бірі, жалпы бұл университетке біз грантпен түсе аламыз ба? Ол мемлекеттік гранттар, одан кейін олимпиада арқылы да арнайы гранттар бөлінеді екен. Және де егер де грантқа түсе алмасақ, ақылы түрде оқи аламыз ба деген сұрақ. Қазір как раз гранттың уақыты бізде ол барлығын қызықтыратын сұрақтардың бірі деп айтуға болады. Мысалы, күніне бізге егер 1000 звонок келетін болса, қоңырау келетін болса, соның бір 70% грант деп айтуға болады. Қазір 2 жыл болды, грант саны, негізі мемлекеттік грант саны, білесіздер, өсті. Қазір 53 000 грант Қазақстанның бүкіл абитуриенттеріне берілген гранттың саны. Оның ішінде біздің 19 мамандығымыз бойынша, оның ішінде бізде аударма ісі мамандығы және КЗЛ деп айттым ғой, қазақ және әдебиет мамандықтарында бізде өкінішке орай мемлекеттік грант жоқ. Қалған мамандықтарымыздың барлығында мемлекеттік грант бар. Қазіргі уақытта біздің жаңағы мамандықтар бойынша 7800 грант бар, мемлекеттік грант. Ол дегеніміз, бұл тек қана СДУ-ға берілген грант деп ойламау керек. Ол Қазақстанға берілген грант. Получается, әрбір абитуриент, егер сіздің таңдау пәніңіз, мысалы, физика, математика деп айтатын болсақ, сіз IT мамандығына келетін болсаңыз, IT мамандығында қазір 2468 грант бар. IT, получается, негізі сіз мемлекеттік грантқа құжаттарыңызды тапсырған кезде сіз мамандық таңдамайсыз, сіз направление таңдайсыз, программаны таңдайсыз. Мысалы, егер сіз IT мамандығына баратын болсаңыз, онда сіз IT технологиялар программасын таңдайсыз. Ол B057 программасы бойынша, сол программаның ішінде сіздің жаңағы 3 мамандығыңыз отыр. Ол алдына айтып кеткен мамандықтарым. И сол бағыт бойынша сіз өзі, егер сол IT мамандығына грантқа түсетін болсаңыз, сіз сол мамандыққа ішіндегі мамандықты өзіңіз таңдайсыз деген сөз. Енді примерно, мысалы, әр жыл сайын осы IT мамандығына қанша грант жеңіп алып жатыр СДУ университеті? Жылда IT мамандығы бойынша 2468 грант болса, соның бір 500-600-ы бізде СДУ-ға түседі. 2400 ол барлығына ма? Бұл Қазақстан бойынша бүкіл Қазақстанның абитуриенттеріне IT мамандығына түсем деген абитуриенттерге берілген грант саны бұл 2468. Соның шамамен примерносы ол 500-ы осы СДУ университетіне түседі. И және де оны біздің жалпы 11-ші сынып оқушылары жеңіп алуға мүмкіндігі бар. Иә. И сонымен қатар қазір білесіздер, мемлекеттік грант конкурсы 30 шілдеге дейін созылды. Қазір негізі мемлекеттік грантқа құжаттарды тапсырған кезде өте үлкен проблема, қазір бізге келген қоңырауларға байланысты айтатын болсақ, ол мамандықтарды негізі программаларын білмейді. Мысалы, егер IT технологиялар направлениясын таңдап, ішінде IT мамандықтары бар ғой, бізде жаңа айтып кеткен 3-4 мамандығымыз бар. Сол кезде көп абитуриенттер звондайды. Мен информационный система мамандығына түскім келеді, ақпараттық жүйелер мамандығына, бірақ мен ол программаны, ол мамандықты таппай жатырмын деп. Негізі ол мамандық көрінбейді, бірақ программасы көрінеді. Мысалға, енді айта кетейін деген, мысалға, осы ақпараттардың барлығын біз sdu.kz сайтына кірсек, осы ақпараттарды біз ала аламыз ғой, мысалы барлығын? sdu.edu.kz сайтына кіріп, бүкіл ақпаратты, грант санын, бағдарламаларды, жаңа программалар бар деп айттым ғой, сол программалардың нумерациясын, sdu кодын барлығын sdu сайтынан әрине ала аласыз. Қосымша қабылдау комиссиясы бар. Егер де біз қандай да бір қосымша сұрақтарымыз болса, түсінбей жатсақ, немесе бұл видеодан толық ақпарат мүмкін қалаған сұрағын ала алмай қалса, егер де қабылдау комиссиясына звондасақ, олар бізге түсіндіріп береді. Иә, әрине. Бізде қазір колл-центр былайша айтқанда 24-ке 7 жұмыс жасап жатыр деп айтуға болады. Айтып тұрмын ғой, күніге өте көп сұрақтар, ол грант сұрақтары. Мен грантқа қалай түсем, қанша балмен түсем. Кстати, вот үлкен проблема қазір ол мен 100 балл алдым, мен IT мамандығына грантқа түсем ба? Қалай түсе алам, короче. Сол сияқты сұрақтар өте көп. Ол өте қате түсінік деп айтуға болады. Себебі сіз жыл сайын грант конкурсы сіздің ұбт-да жинаған ұпайыңызға байланысты ол өзгеріп отырады. Сол себепті біз сізге мемлекеттік грантқа 100 балмен IT мамандығына түсе аласыз деп айта алмаймыз. Иә, 2017 жылғы, 2018-2019 жылғы статистикаларды сіздерге келтіре аламыз, абитуриенттерге де, бірақ сіз осы нақты балмен түсе аласыз деген түсінік жоқ. Ол өте қате нәрсе. Сол себепті
негізі статистикаларға қараған дұрыс. Мысалы, сен 90 алып тұрсың, немесе 70 алып тұрсың, сен IT мамандығына түсу мүмкіндігің өте төмен. Сен өзіңнің алған балыңа байланысты статистиканы қара. 2019 жылғы, 2018 жылғы мысалы машиностроение болуы мүмкін да, 60-70 балмен түскен деген сияқты ше. Сол себепті міндетті түрде мемлекеттік грантқа құжаттарыңызды тапсырмастан бұрын ең бастысы абитуриенттерге айтатын нәрсем ол статистикаларды қараңыз, зерттеңіз, қандай мамандыққа қандай балмен түскенін қарау керек міндетті түрде. Жалпы менде де мысалы оқушылар үнемі сұрап жатады, және де сол әр жыл сайынғы статистика қара, қалай болғанда әр жыл сайын плюс 3 минусқа өсіп көтеріліп түсіп отырады, и соны ол мүмкіншілік, егер де сен 90 бал алсаң, примерно келесі жылы ол мамандық 93-ке көтеріліп кетуі мүмкін, 95-ке көтеріліп кетуі мүмкін, немесе сол 80-нің аяқ-баяғында жүруі мүмкін. Сол үшін алдын ала міндетті түрде өткен жылғы статистикаға кіріп, оны жай ғана Google-ға кіріп, обладатели гранта 2019 немесе 2020 деп жазсаңыз, сразу сол жерде список тұрады, и сол спискті скачать етіп алсаңыз, өзіңіздің мамандығыңызды сіз тауып, ең төмен жинаған және ең жоғарғы жинаған мамандықтың жалпы гранттың балдарын көре аласыздар. Енді мен сұрағым келіп тұрғаны олимпиада, яғни көктемде болады деп естідім мен. Бізде соңғы 5 жыл болды, осы жылы 6 жылға қарайды. Жыл сайын СДУ университеті өзінің ішкі олимпиадасын өткізеді. Бұл Қазақстан Республикасы бойынша жүргізілетін, былайша айтқанда, өте масштабный олимпиада деп айтуға болады. Себебі Қазақстанның 22 қаласында жүргізіледі бұл олимпиада. Офлайн түрде негізі болады, бірақ алдыңғы жылдары оны енді көре жатамыз, себебі қазір карантинге байланысты нақты ештеме айта алмаймыз. Онлайнға да көшуіміз мүмкін, әрине. Бірақ негізі біздің мамандар 22 қалаға барып, біздің абитуриенттерден тест алып кетеді. Сол тест нәтижесіне байланысты грант беріледі, немесе жеңілдік беріледі. Негізі олимпиаданың ерекшелігі бұл жерде таңдау пәндеріне байланысты тапсырады бала. Мысалы, біз ұбт-да білеміз, ол 5 пәннен тапсыру керек міндетті түрде, 3 пән міндетті пән, 2 пән таңдау пәндері. Бұл жерде олимпиада ерекшелігі 3 пәннен тапсырады. Барлығы 100 сұрақ болады, максимум сол 100 сұраққа жауап беру керек. Бұл жерде мысалы сенің таңдау пәнің география, математика болсын деп айтақ. Егер сен география, математика таңдап жатқан болсаң, онда сен география, математика, ағылшын тілінен тапсырасың. География мен математика ол сенің таңдау пәнің. Ол сен 1 жыл бойы дайындалған пәнің. Былайша айтқанда, үшінші пән ағылшын тілі, ол бізде мамандықтарымыздың барлығы ағылшын тілінде жүргізіледі деп айтып кеттім ғой. Сол себепті біз әрбір таңдау пәнге ағылшын тілін қосып қойдық. Себебі бізге келетін талапкердің ағылшын тілінің деңгейі жақсы болу керек. Так, достар, енді біз қызық жеріне келдік. Жалпы кез келген оқушының жалпы студенттік кезі қызықты өту керек, және ол қызықты өту үшін жалпы студенттік өмірге белсенді түрде араласу керек. Сол үшін жалпы СДУ-да қандай белсенділікті арттыруға арналған жалпы клубтар бар, және де мысалға мен естідім, мына жерде мысалға көптеген блогерлер келіп, көптеген спикерлер келіп те жалпы сабақ береді екен қосымша, және де сол туралы кішігірім айтып кетсеңіз. Бұл жерде бізде мини-ред холл деп аталады. Бұл былайша айтқанда лекционный зал деп айтайық та. Жыл сайын негізі студенттерімізге бізде ол бизнес мектебі болсын, юриспруденция болсын, журналистика болсын, әр сала бойынша спикерлерді шақырамыз. Бір семестрлерге бөлінген негізі график бойынша, и студенттерімізге қызық блогерлер болсын, ол танымал кісілер болсын, мысалы өзінің мамандығы бойынша шақырып, біз студенттерімізге былайша айтқанда мүмкіндік береміз. Мысалға қыран үнемі көріп жатамын, сторисынан да, жалпы лентасынан да, үнемі өзі СДУ-дың түлегі болған соң, Қыран Талапбек жалпы осы жақты көрсетіп, жалпы осы жақты оқыған, осындай мүмкіншілік алған деген секілді. Арнайы клубтар бар екен сіздерде, қазіргі уақытта бізде университетімізде 28 клуб бар. Әртүрлі бағыттар бойынша, ол қайырымдылық клубы деп айтуға болады, би клубы, өнер клубы деп айтуға болады, сонымен қатар дебат клубтары бар. Клубтар өте көп. Әр сенің қызығушылығыңа байланысты. Егер сенің қызығушылығың бойынша, былайша айтқанда, клуб жоқ болатын болса, өзіңе қызық нәрсе таппаған болсаң, сен өзіңнің идеяларыңды қоса аласың негізі. Студенттік организацияларға барып, белгілі бір идеяңмен, нақты жоспарыңмен барып, мен осындай нәрсе ұсынамын дейтін болсаң, осындай клуб ұсынамын ашуды студенттерге пайдалы болады дейтін болсаң, әрине біздің есіктеріміз әрдайым ашық. Клубтар әртүрлі жанрда, жаңағы
өнерге байланысты бізде ол Арлиан клубтары бар, ММДэнс бар. Сонымен қатар жаңағы видео, фото түсіретін клубтарымыз бар, ол Пандап сияқты. Сонымен қатар бізде былайша айтқанда тауды жақсы көретін студенттер үшін де Mountain King сияқты клубтарымыз бар. Егер сіз мысалы ораторский искусствоны үйренетін болсаңыз, тоже клубтар бар деген сияқты. Ол өте көп салада қазіргі уақытта студенттік организацияларымыз бар. Сонымен қатар жаңа қайырымдылық топтары деп айтып кеттім ғой. Ол Vision клубтарымыз бар, қыздарға арналған әртүрлі қайырымдылық іс-шараларын өткізетін. Сонымен қатар Шапағат сияқты клубтарымыз бар. Әртүрлі салада клубтар саны өте көп. Достар, сонымен айтқым келген, мысалға сіздер ораторский клубтарға қосымша басқа жақта оқығыңыз келсе, ол примерно айына 20 мың теңге, 30 мың теңге болады. Ал сіздер осы университетке түсеңіздер, жалпы осындай көптеген ақпараттарды сіздер тегін ала аласыздар. Өзіңіздің жалпы сабағыңызды оқып жүріп те бір жағынан белсенді боласыз, бір жағынан қосымша навык дейді ғой, яғни қосымша машықтар мен қабілеттеріңізді меңгеруге болады. Ол үшін жалпы университет көптеген жағдай жасап тұр. Және просто сіз барасыз да, соны жасап, соны көріп, өзіңіздің идеяңызды ұсынсаңыз болады. Егер де сіздер шетелге қызықсаңыздар, онда жалпы СДУ-да тағы бір мүмкіншіліктердің бірі, ол басқа университеттерге барып, бір семестр немесе 2 семестр немесе қос диплом бағдарламасымен де оқуға мүмкіндік бар. Әр жыл сайын бұл университетте 100-ден аса түлек басқа мемлекеттердің университеттеріне барып оқиды екен. Жалпы көріп тұрғандарыңыздай бұл жерде осы түлектердің суреттері, сол үшін бұндай мүмкіншілікті қаласаңыздар да осы университетті қарастырғаныңыз жөн. Бұл лекционный залдарымызды біздің студенттер бочка деп айтады. Үлкен бочка, кішкентай бочка деп кіріңіздер. Бұл үлкен лекционный зал деп айтамыз. 150 адамға арналған. Студенттердің сабақтары осы жерде болады. Сонымен қатар емтихандары осы жерде өткізіледі. Мысалы, файналдар деп айтамыз ғой. Осы сияқты лекционный залдарда немесе үлкен-үлкен аудиторияларда өткізіледі. Жатақхананың ерекшелігінің бірі жалпы осындай фитнес залдар, бильярд, теннис, қосымша кинотеатр деген секілді арнайы кабинеттер бар. Сіздер сол жерге барып та жалпы демалсаңыз да болады, жалпы жаттықсаңыз да болады. Жалпы бұл қыздар жататын бөлме, бір бөлменің ішінде 4 адамға орналастырған, адам басына 40 мың теңге құрайды. Яғни бұл 40 мың теңгенің ішіне не кіреді? Жалпы бағанағы айтылған мүмкіншіліктердің барлығы осы жердегі тазалық, яғни сіз өзіңіз жинап жүрмейсіз, сіздің жалпы жинауға арнайы адамдары бар. Одан кейін простыня, көпшігі, жабдығының барлығы қарастырылған, яғни сіздің міндетіңіз жай ғана оқу болып табылады. Бұл жерде бізде чисто бір бөлме болса, бұл жерде сіз ұйықтайтын болсаңыз, ар жағында туалет, ваннасы, ол жағы ол бөлек. Жеріне келдік, яғни СДУ университетінің студенттері жалпы өмірі қалай өтеді, және де ол қызықты ма, қиыншылығы қалай, сессиясы қалай деген секілді сұрақтарға жалпы студент жауап берсін, және де осы студенттік өмірді Айгерім ханым бізге айтып шықса. Жалпы Айгерім, қалайсыз, амансыз ба? Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Айгерім болады. Мен педагогика және гуманитарлық ғылымдар факультетінде оқып жатырмын. Екі шет тілі мамандығы бойынша, яғни педагог. Енді екінші сұрақ, жалпы бұл мамандыққа қалай түстіңіз? Мүмкін грантқа түскен шығарсыз, мүмкін олимпиада
олимпиадалар арқылы түскен шығарсыз, мүмкін жалпы платныйда оқитын шығарсыз, сол туралы кішігірім айтып кетсеңіз, яғни ент қалай болды деген секілді ең қызықты сұрақтардың бірі, ент қалай болып жатыр, не болды, блин, грантқа түсем ба түспеймін ба, 4 мамандықты қалай жаздым деген секілді сұрақтар бізде үнемі қойылады. Сол үшін бір кішігірім ғана өзіңіздің опытыңызды, тәжірибеңізді айтып кетсеңіз. Мен өзім грантқа түстім, ент тапсырдым, ентіда 133 ұпай жинадым. Содан кейін мен уже ент тапсырып жатқан кезде мен уже міндетті түрде СДУ-ға түсем деген нық сеніммен келдім. Документтерімді, құжаттарымды осы СДУ-ға университетке келіп тапсырдым осы жерге. Және біз ент тапсырған кезде 4 бланк болады, оның ішінде 4 мамандықты және универді жазу керексің. Мен 4-іне де СДУ-ды жаздым, себебі мен басқа универді даже қарастырғым да келген жоқ. Себебі мен өзіме нақ келетін жер осы СДУ деп сеніп, осында келіп түстім. Түсінікті. Енді жалпы сессиясы қалай болады? Жалпы сессиядан бұрын ең бірінші оқу системасы қалай оқып жатсыздар? Мүмкін белгілі бір пәндер басқашалай оқытылатын шығар, мүмкін басқа универде, мысалы рубежка деген нәрсе бар, сіздерде басқаша шығар. Мысалы мен Казмуда оқығанда бізде группа деген болатын, бірақ мен естігенім бұл жақта группа деген жоқ, жеке адамға индивидуальный өзінің расписаниясы бар деген, сол туралы бір айтып кетсеңіз. Жақсы, мен онда бірінші біздің расписаниеміз, сабақ кестеміз туралы айтып кетейін. Онда бізде өзіміздің СДУ порталымыз бар, яғни сол портал арқылы бізге доступ дейді ғой, ашып береді. Доступ ашылғаннан кейін әркім, әр оқушы өзінің уақытына, өзінің кестесіне ыңғайлы қылып сабақ кестесін жасап алады. Яғни бұл оқушыларға бір плюсы, оқушы сабағында, және егер қосымша жұмыс істеп жүрсе, қосымша жұмысына да уақыттарын ыңғайлы қылып жасауға болады. Және тағы да одан кейін сабақ кестесі ыңғайлы болғаннан кейін біздің система туралы айтайын. Бізде жаңағы сіздер рубежка деп айтып жатырсыздар ғой. Бізде ол мидтерм деп аталады. Мысалы, бір семестрда біз 2 мидтерм тапсырамыз, және де одан кейін файнал деп айтамыз, яғни сессия, сіздердің айтуларыңыз бойынша сессия тапсырамыз. Бізде мидтермнің ұпайлары былай есептеледі. 2 мидтермға 30% есептеледі әр мидтерм. Файналға келгенде файналдың 40% алынады. Яғни общий толық ұпайдан процентпен алынады. Соңында барлық ұпай бір-біріне қосылып толық ұпайымыз шығады. Яғни 100 балл деп айтсақ болады, общий 100 балдың кәдімгідей университет сияқты 75 балдан жоғары болса стипендия аласыз ғой. Стипендияңыз қанша? Стипендиямыз біздің 26 мыңның көлемінде, барлығына. Мүмкін артықшылығы немесе айырмашылығы бар шығар деп Жоқ, сол айырмашылығы повышкаға әлі шыққан жоқпыз өкінішке орай, бірақ сол стипендияны алып жатырмыз. Қиын ба сабақ? Сабақ жағы негізі осы сұраққа мен әрдайым жауап беретінім, әрине ол адамның өзіне байланысты. Біріншіден өзіңіздің ынтаңызға, ниетіңізге, бірақ біз жақта егер сіз тілді жетік меңгермесеңіз, ағылшын тілін сізге сәл қиындау болуы мүмкін. Себебі бізде барлық сабақтар ағылшын тілінде өтеді да, сол себепті тіл жағынан қиналуыңыз мүмкін, түсінбей қалып деген сияқты. Бірақ ал тіл жағынан бөлек, ары қарай уже өзіңізге байланысты деп ойлаймын. Ол сабақ барлық жерде әрине бірдей ғой. Сол себепті егер өзіңізде ынтаңыз, ниетіңіз болса, оқимын деген әрине ол оңай болады өзіңіз. Енді қараңыз, менде мындай сұрақ болып тұр. Бізде платниктер дейміз, жалпы грантник дейміз. Мысалға, сіздің мамандығыңызбен оқып жатқан студенттердің саны шамамен айтып жіберсеңіз, соның қанша пайызы платниктер сіздерде, және де қанша пайызы грантниктер, соны айтып жіберсеңіз? Бізде менің жеке білуімше 2000-ға жуық оқушылар менің факультетімде бар. Оның ішінде 60-70% платно, ақылы түрде оқып жатыр, ал қалған 30-40% грантта оқып жатыр. Өйткені біз енді тапсырып түскен кезде конкурс именно дәл біздің мамандыққа өте жоғары болды да, 140-128 балынан бастап ары қарай грантқа түсіп жатты. Сол себепті солай гранттың пайызы. Енді общежитие деген тақырыпқа келейік. Жалпы жатақханада тұрдыңыз ба? Біз бүгін осы жатақханаға бардық, ішін көрдік, не болып жатыр, қалай болып жатыр. И тұрсаңыз өзіңіздің бір опытыңызды айтып кетсеңіз, жалпы не қызықтар болды ішінде деген секілді. Мен өзім негізі жатақханада жатып оқыған жоқпын, бірақ бір апта жатақханада болу мүмкіндігі менде болды. Және де сол кездегі өзімнің жеке тәжірибемнен, ойымнан айтайын қалыптасқан. Біздің жатақханаға бармай тұрып, мен елдерден, басқа балалардан еститінмін, что именно біздің жатақхана 5-звездочный отель деп айтады ғой, 5 жұлдызды отельдерге ұқсайды деп. Мен басында күмәнданғанмын, ол қандай жатақхана сондай деп. И одан кейін барып кіріп қарадық, шынымен сондай болып шықты. Барлық
условия дейді ғой, барлығы жасалған, барлығы жағдай жасалған студенттерге. Мысалы, бізге тамақ жасауға рұқсат берілмейді жатақханада, яғни өздері тамақ береді, ужинымызды береді, кешкі асымызды береді. Және де бізде мысалы кір жуу деген сияқты нәрселерде олар да біздің мойнымызда емес, яғни прачечная бар, сол жерге барып, кір киімдеріңіз болса, сол жерге өткізіп, ол темамен де қиналмасаңыз болады деген сияқты. Және де басқа да қосымша заттар бар бізде. Өзіміздің жеке кино залымыз бар, өзіміздің жеке фитнес залымыз бар. Мысалы йогамен, гимнастикамен алсаңыз десеңіздер, ондайда бөлек зал бар бізде. Бильярд ойнаймын десеңіздер, ол да бар бізде. Былай айтқанмен барлық жағдай жасалған. Шахмат столиктары да бар. Бір сөзбен айтқанда, бізден тек қана оқу. Жатақханада да барлық жағдай жасалған. Түсіндім. Негізі менің өзімде де осы YouTube-та бірінші обзор болып жатыр да, именно университеттерді, бірақ оған дейін мен қаншама университеттерді қарап көрдім да, и жалпы жатақханасын олардың жалпы зданияларын деген секілді салыстырмалы түрде жалпы новый здание болғасын, жаңадан құрылған болғасын, жалпы студентке жағдай өте жақсы жасалған. Және де шынымен деп жатақханасы салыстырмалы түрде басқа университеттермен гөрі әлдеқайда жақсы. Яғни Қазақстанда бұндай университеттер, жатақханалардың деңгейі бойынша тек қана 3-4 санаулы деп айтсам болады. Сол себепті де өзімнің бір рекомендация болған шығар, өзіме ұнаған жақтардың бірі ол жатақхана. Өйткені не үшін кез келген студент көбіне мысалға қалай болғанда да оқығанмен де ұйықтауға жатақхана келеді. Ол өзінің уютный местечкасы дейді, жалпы өзінің жеке орны дейді. И егер де ондай белгілі бір жағдай жасалмаса, оқуға да түк құлшынысың болмай кетеді. Сол үшін де мен барынша фокус қойып осы жағын қарастырып жалпы айтып жатқан болатын. Енді студенттік кездер, студенттік қызық жылдар деген секілді тақырыпқа келейік. Жалпы не қызық болып жатыр бұл жақта? Мен өзім белсенді студент болғандықтан, әрине барлық қызықты істерге қазір айтып беруге тырысайын. Бізде SDU Life деген ұйым бар. Ол біздің SDU-дің бір жеке бір бөлшегі, жүрегі деп те айтсақ болады. Себебі студенттердің сабақтан бөлек бос уақытын пайдалы өткізуге көмектесетін осы ұйым. Бұл ұйымның ішінде тағы да под ұйым деп айтамыз ба, 30 ұйым бар. Бұл организация, и соның ішінде 30-ға жуық ұйымдар бар. Оның ішінде мысалы арт клаб дегеніміз бар, мюзик клаб дегеніміз бар, дэнс клабтар бар. Мысалы алғашқы көмек көрсету, медицинаға қатысты клабтар да бар деп айтсам болады. Және де айта берсе өте көп. Және де оның барлығы студенттерге өте пайдалы. Мысалы бізде сабақ ортасында окошко деген заттар болады. Окошко, бос уақыт деген сияқты. Сол уақытты пайдалы етіп өткізу үшін осы ұйым көмектеседі. Және де мен өзімнің опытыммен айтайын сіздерге. Мен өзім қазіргі сәтте арт клаб деген ұйымның ішінде бармын. Және де Book Lovers кітап сүйгіштер ұйымының жетекшісі болып табыламын. Және де SDU Life организациясының бір белсенді мүшесі болып табыламын. Және де студенттерге жаңағы мерекелер, жаңағы graduation, welcome party деп айтамыз, студенттерге бірінші курс студенттеріне өткізетін осындай масштабный мерекелердің барлығын өте студенттерге сондай керемет деңгейде өткізіп беретін осы бір организация. Және біздің соңғы сұрақтардың бірі, жалпы осы мамандықты меңгергеннен кейін, универді бітіргеннен кейін сіз қай жерде жұмыс жасағыңыз келеді, жалпы қандай маман иесі болып шыққыңыз келеді. Одан кейін жалпы осы университеттің артықшылықтары мен минустарын, яғни кез келген нәрседе кейбір жерлерде минустар болады, бәрі идеальны болуы мүмкін емес деген секілді. Сіздің көзқарасыңызбен осындай плюстар мен минустарын кішігірім айтып кетсеңіз. Жарайды. Менің бірінші енді әрине жеке өзімнің ойым бойынша артықшылықтарын айтайын. Біздің университет бізге өте көп мүмкіндік береді да, өте көп мүмкіндік ұсынады қолымызға. Сен сол мүмкіндіктерді пайдаланып, ертең универді бітіргеннен кейін де өзіңді басқа арналарда да, басқа бір сферада да өзіңді сынай аласың. Өзімнің жеке тәжірибемнен айтайын, мен бізде әртүрлі бөлімшелер бар, әртүрлі организациялар бар, отделдар бар деген сияқты ғой. Бізде университетте сол отделдарға, организацияларға ассистент болып жұмысқа тұруға болады. Яғни ол жерден сен өзіңнің жеке опытың, тәжірибең үшін жұмысқа тұра аласың. Получается, сен уже профессионалдың қасында жұмыс істеудің, профессиональный жұмыс істеудің мүмкіндігін алып тұрсың да. Және де ол кісілер барын салып саған көрсетеді.
жаңа бір жұмыс. Мен мысалы өзім фандрайзинг отделда жұмыс жасадым да, яғни біздің университетке мысалы спонсорлармен сөйлесу деген сияқты ғой қажетті. Сол кісілермен сөйлесудің арқасында мен өзіме жақсы бір опыт жинап, қазір ұштастырып бәрін бір-біріне SMM болып жұмыс жасап жүрмін да. Былай айтсам, педагог и SMM салыстырмалы түрде екеуі бір-біріне сәйкес келмейді. Бір жағынан сол маған үлкен тәжірибе болды. Мен басқа мамандықты игеріп, сол мамандық бойынша өзіме қаражат тауып жатырмын деген әңгіме ғой. Мысалы оқып жүріп те қосымша табыс қосымша табыс көздерін алуға, опыт тәжірибе жинауға мүмкіндік береді. Және тағы да айта кетейін, жаңағы біздің ұйымдар бізге шыны керек студенттерімізге өте көп көмек көрсетеді. Жаңағы айтқанымдай, мысалы, болады ғой, бір интроверт балалар болады, университетке түскен кезде, тем более бірінші курсқа алғаш түскен кезде қорқақтайды, там кішкене жалтақтап жүреді да. Біздің универдің бір артықшылық жері, мен өзім алғаш бірінші курс болып түскен кезде, үлкен жоғарғы курстың оқушылары, екінші, үшінші, төртінші курстың оқушылары уже ұйымда бар, ол кісілер ұйымда жоқтары да өте сондай бауырмал. Бірінші жаңадан түскен оқушыларға, мысалы, балмұздақ деп те әрине қалжыңдаса да не істесе де, өте бізге сондай бауырмал болды. Бір нәрсені, мысалы, лекционка таба алмай жатсақ та, жаңағы бір жермен, мысалы, бір қандай да бір көмек керек болса да, ол кісілер әрдайым танысаң да танымасаң да көмек көрсетуге дайын тұрады. Сол жағынан мен өте үлкен бір плюс деп айта аламын. Де жаңағы тәжірибені ұйымдарда бере алады деп айта аламын. Себебі мысалы сен өзіңді жаңа бағытта көрсең, ол ұйымдар сені кез келген уақытта қарсы алуға дайын. Мысалы өлең айтқың келсе, сурет салғың келсе, алғашқы көмек көрсетуді үйренгің келсе, ол ұйымдар сені қуана-қуана қарсы алып, бар білгендерін саған көрсетіп үйретеді. Мысалы сенің мамандығың там вообще левый айтишник болсаң да, немесе педагог болсаң да, сен басқа бөлек мамандықтың базасын болса да үйреніп алып, оны ары қарай игеріп, жұмыс жасауға үлкен бір мүмкіндік бар. Сонымен біз СДУ университетінің жалпы қандай артықшылықтар бар екенін көрдік. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Және де бұл университеттерге қызығушылық танытсаңыздар, бұл университеттің жай ғана сайтына қарап көрсеңіздер де болады. Және де осындай выпусктар сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер де осындай рубриканы жасаңыз десеңіздер, сіздерге қай универ қызықты, соны комментарияға жазуды ұмытып кетпеңіздер. Бұйыртса оны да біз түсіретін боламыз. Және де егер бұл видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, подписаться етіп алыңыздар. Достар, видеоны міндетті түрде достарыңызға таратып жүріңіздер.